Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Квадраттық функция бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар, егер қажет болса, каналымда жалпы нұсқасы және екінші нұсқасы бар, және алгебра пәнінен бөлек геометрия және физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды, қажетті нұсқаларды қарасаңдар болады. Оқушылар өздерін көріп отырғандай 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада былай делінген: берілген f от x тең минус x минус 5-тің квадраты қосылған 10 функциясы үшін астында парабола төбесін анықтаңыз. Б-да параболаның симметр өсін табыңыз. С-да OX өсімен қиылысу нүктесін, Д-да OY өсімен қиылысу нүктесін, ал Е-де функция графигінің эскизін салыңыз. Оқушылар, ең алдымен квадраттық функцияның жалпы теңдеуін жазып аламыз. Y тең болады a x азайтылған m-нің квадраты қосылған n. Енді А тапсырмасы бойынша парабола төбесін анықтаймыз. Парабола төбесін А нүктесінде белгілеп алатын болсақ, оның координаталары m және n болады. Мұндағы m дегеніміз бізде мінекей 5-ке тең, ал n дегеніміз 10-ға тең. Сонда параболаның төбесі 5 және 10 болады. Ал енді екінші тапсырмасы бойынша параболаның симметрі өсін табамыз. Яғни x-ті табамыз. X тең болады m-ге, ал m бізде 5-ке тең. Сонда x тең болады 5-ке. Енді С тапсырмасы бойынша OX өсімен қиылысу нүктесін, ал Д-да OY өсімен қиылысу нүктесін табамыз. Ол үшін оқушылар мұндағы f от x-ті, яғни y-ті 0-ге тең деп аламыз. Сонда минус x минус 5-тің квадраты қосылған 10 тең болады 0-ге деп аламыз. Енді жақшаны ашып аламыз. Ол үшін қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз. Бірінші өрнектің квадраты x квадрат, мұндағы минусқа қарап минус x квадрат деп шығарамыз. Минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі минус 10x болады. Мұндағы минуспен плюс 10x болады. Екінші өрнектің квадраты 25, мұндағы минуспен минус 25 болады. Қосылған 10 тең болады 0-ге. Енді оқушылар, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. X квадрат қосылған 10x минус 25 плюс 10 минус 15 болады. Енді дискриминант арқылы түбірлерін табамыз. b квадрат минус 4ac, a бізде минус 1-ге тең, b 10-ға тең, c минус 15-ге тең. 10-ның квадраты минус 4 көбейтілген минус 1 көбейтеміз минус 15-ті. 10-ның квадраты 100, минус 4 минус 1 минус 15, 3 минус көбейтілген кезде минус болады, 4-ке 1-ді 15-ті көбейтсек 60 болады. Сонда тең болады 40-қа. Енді оқушылар x1 мен x2-ні табамыз. Екі түбірі болады, себебі дискриминант 0-ден үлкен. Сонда минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a деген формуланы қолданамыз. b бізде плюс 10-ға тең, мұнда минус таңбасы бар, сонда минус 10 болады. Плюс минус түбір астында 40. 2 көбейтілген a бізде минус 1-ге тең. Минус 2 болады бөлімі, алымы минус 10 плюс минус 40 деген санды оқушылар 4 пен 10 көбейтіндісі түрінде алсақ болады. Сонда 4 бізде түбір астында 2 болып шығады, 10 түбір астында қалады. Енді мұнда минус 10-ның ішінде, мұнда 2-ның ішінде 2 деген сан бар. Жақшаны алдына шығарамыз, ортақ көбейткішті. Сонда жақшаның ішінде 5 плюс минус түбір астында 10 қалады. Бөлімі минус 2. Мұндағы минус 2 мен минус 2 қысқарады. Сонда бізде қалады 5 плюс минус 10. Сонда x1 бізде 5 плюс түбір асты 10 болады. Ал x2 5 азайтылған түбір асты 10 болады. Сонда оқушылар жауабында
5 плюс түбір асты 10-да 0 және яғни оқушылар OX өсімен қиылысу нүктесін тауып жатырмыз. 5 қосылған түбір асты қосу емес, мұнда бізде минус оқушылар. Түбір асты 10 және 0. Сонда x-ің мәндері 5 плюс түбір асты 10, мұнда 5 минус түбір асты 10, ал y бізде 0 болып қалады. Енді Д тапсырмасы бойынша OY өсімен қиылысу нүктесін табамыз. Ол үшін оқушылар x-ті 0-ге теңеп аламыз. Сонда x орнына 0 қойған кезде y мәні қаншаға тең, соны табамыз. Минус x орнына 0-ді қоямыз, минус 5 квадраты қосылған 10. Сонда 0 минус 5 квадраттаймыз, 25 болады. Мұндағы минуспен минус 25 қосылған 10 тең болады минус 15-ке. Сонда x 0 болған кезде y бізде минус 15-ке тең болады екен. Енді оқушылар осы қиылысу нүктесін, төбесін барлығын пайдаланып эскизін саламыз. Оқушылар, мұнда бізде функцияда минус таңбасы бар, яғни а бізде минус 1-ге тең, демек параболаның тармағы төмен қарай қарайды. Ең алдымен төбесін белгілеп аламыз. Ол төбесі бізде 5-те 10 еді. 5 мұнда 3, 6, 9, 10 мінекей төбесі мұнда. Енді OX өсімен қиылысу нүктесі 5 қосылған түбір асты 10 және 5 азайтылған түбір асты 10 еді. Шамамен мұнда 5 қосылған түбір асты 10, ал мұнда мінекей 5 азайтылған түбір асты 10. OY өсімен қиылысу нүктесі 0-де минус 15 еді. Шамамен мұнда орналасқан. Енді осы нүктелердің бәрін қосып шығамыз. Мінекей мына берген функцияның эскизі осылай орналасады екен. Оқушылар, келесі екінші тапсырмада y тең x квадрат минус 3x қосылған 4 функциясы берілген. X орнына минус 7-ні және 4-ті қойған кездегі функцияның мәнін табамыз. Ал b-сында функцияның графигі m14 нүктесіне өтетіні белгілі болса, m-ді табыңыз. Оқушылар, А тапсырмасы бойынша x орнына минус 7-ні қоямыз. X квадрат, яғни 7-ның минус 7-ның квадраты минус 3 көбейтілген минус 7 қосылған 4. Минус 7-ның квадраты 49, минус 3 минус 7 плюс 21 болады. Қосамыз 4-ті. 49-да 21-ді қосамыз 70 болады. 4-ті қосамыз 74 болады. Енді 4-ті қойып есептейміз. 4-тің квадраты минус 3 көбейтілген 4 қосылған 4 тең болады. 4-тің квадраты 16 минус 12 плюс 4 болады. 16-ны 12-ні азайтамыз 4 болады, 4-ті қосамыз 8 болады. Сонда оқушылар, А тапсырмасының жауабы минус 7-де 74 және 4-те 8 болады. Енді Б тапсырмасы бойынша М және 14 нүктесі арқылы өтетін болса, бізге табу керек М нүктесін. Енді оқушылар, Y-тің орнына 14-ті қоямыз, X-тің орнына М-ді қоямыз. Сонда бұлай орын ауыстырыстық болады. Сонда X квадрат, яғни М квадрат минус 3М қосылған 4 тең болады 14-ке. М квадрат минус 3М қосылған 4 минус 14 тең болады 0-ге деп аламыз. Енді ықшамдайтын болса, М квадрат минус 3М, яғни ұқсас мүшелері біріктіреміз, сонда минус 10 тең болады 0-ге.
м-ді табамыз. Ол үшін бірінші дискриминант табайық. b квадрат минус 4ac. А бізде 1-ге тең, b минус 3-ге тең, с минус 10-ға тең. Минус 3-ті квадраттаймыз. Минус 4 көбейтеміз а-ға, көбейтеміз с-ға. 3-тің квадраты 9, минус 4-ке көбейтеміз 1-ді, көбейтеміз минус 10-ды, 40 болады. 9 болса 49 болады. 49 деген сөз ол 7-нің квадраты, ол бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбір болады. Сонда m1 және m2-ні табамыз. Минус b плюс минус түбір астында d 2a. b бізде минус 3-ке тең, мұндағы минус пен плюс 3 болады. Плюс минус түбір астында 49, 2-ні көбейтеміз а-ға. 3 плюс минус 7 деп аламыз, бөлеміз 2-ге. Сонда m1 бізде 3-ке қосамыз 7-ні 10, бөлеміз 2, 5 болады. 3-тен азайтамыз 7-ні минус 4, бөлеміз 2, минус 2 болады. Сонда оқушылар жауабы 5-те 14 және мұнда жақша қаласайғы минус 2-де 14. Енді тексеріп көрсек болады. Мұнда біз 5-ті қоятын болсақ 25 болады. Минус 3 мен 5-ті көбейтеміз 15 болады. 25 азайтылған 15, 10 болады. 4-ті қосамыз 14 болады. Сол сияқты минус 2-ні қоятын болсақ, минус 2-нің квадраты 4, минус 2, минус 3-ті көбейтсек плюс 6, 4-ке 6-ны қосамыз 10, қосамыз 4-ті 14 болады. Оқушылар, келесі 3-ші тапсырмада былай делінген: жүргізуші парабола тәріздес туннель арқылы жүк машинасымен өту қажет. Мінекей мынандай парабола тәріздес туннель берілген. Жүк машинасының биіктігі 7 метр, ал ені 4 метр, өлшем бірлігі метр. А тапсырмасында туннель формасын беретін квадраттық функцияны анықтаңыз. Ал бұда жүк машинасы осы туннельден өте ала ма? Жауабын негіздеңіз. Оқушылар, ең алдымен туннель формасын беретін квадраттық функцияны анықтаймыз. Квадраттық функцияның негізгі формуласын жазып алайық. Y тең болады а көбейтілген x азайтылған m-нің квадраты қосылған n. Енді ең алдымен төбесін анықтап алайық. m және n-ді анықтап алайық. m бізде мінеки мұнда 0-ге тең, ал n 8-ге тең. Сонда осы параболаның төбесі 0-де 8 болады. Оқушылар өздерін көріп тұрғандай, мінеки мынау параболаның тармақтары төмен қараған. Сонда бізде а минусқа тең, сонда y тең минус а, x-ке қосамыз m-ді, яғни 0-ді қосамыз, x-тің өзі болады, x квадрат болады, қосылған n орнына 8-ді қоямыз. Енді y пен x анықтап алайық. Мұнда мінеки y 0 болған кезде x минус 4-ке тең болады екен. Y 0-ге тең болған кезде x 2-міз 4-ке тең болады екен. Сонда минус 4-тен 0 және 4-тен 0 деп аламыз. Енді оқушылар өздерің y орнына 0-ді қоямыз және x орнына минус 4-ті немесе 4-ті қойып есептесеңдер болады. Минуса көбейтілген, мысалға бірінші өрнекті алатын болсақ, минус 4-тің квадраты қосылған 8. Минус 4-тің квадраты 16 болады, көбейтеміз минус а-ға, минус 16а қосылған 8 тең болады 0-ге. Сонда оқушылар, минус 16а тең болады минус 8-ге, ал енді а-ны табу үшін минус 8-ді бөлеміз минус 16-ға. 2 минус плюс болып кетеді, сонда қысқарып а бізде 2-ден 1-ге тең болады екен. Енді мұнда кеп қоямыз. Сонда y тең болады, формулада минус бар, себебі параболаның тармақтары төмен қараған. А бізде 2-ден 1-ге тең болды, x квадрат қосылған 8 деп аламыз. Мінеки оқушылар, туннельдің формуласын беретін квадраттық функцияның формуласын таптық. Енді
Б тапсырмасы бойынша жүк машинасы осы туннельден өте ала ма? Жауабын негіздейміз. Оқушылар, бізде жүк машинасының ені 4 метрге тең. Мына 4-тің жартысы 2, мұнда минус 4-тің жартысы минус 2. Неге? Мынау жүк машинасының ені 4 метр. Енді сонда біз x-тің орнына минус 2-ні немесе 2-ні қойып есептеген кезде y-тің мәні қаншаға тең болады, соны табамыз. Өздерің қалаған санды алсаңдар болады. Минус 2-ні немесе 2-ні қойып есептесеңдер болады. Сонда y тең болады минус 2-ден 1 көбейтеміз. Минус 2-нің квадратына қосамыз 8-ді. Минус 2-ден 1, яғни ол минус 0,5. Минус 2-нің квадраты 4, қосамыз 8-ді. Минус 0,5 пен 4-ті көбейтеміз, минус 2 болады, қосамыз 8-ді, тең болады 6-ға. Оқушылар, бізде жүк машинасының биіктігі 7 метр. Мұнда мінеке ені 4 метр болды. Жүк машинасының биіктігі 7 метр болатын болса, 2 қойған кезде 6-ға тең болды. 6 бізде 7-ден кіші. Демек, жүк машинасы өте алмайды. Үш тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.